Мультфильмді тек балалар көреді. Қымбат па? Онда сапасы жақсы. Армияда болмасаң, жігіт емессің. Адал еңбекпен байып кету мүмкін емес. Қатып қалған қағида, өзгермейтін ой. Әр санада берік орнаған түсінік. Олар қалай пайда болды? Арылудың жолы бар ма? Әуе толқынында стереотип хабары. Армысыз құрметті радио тыңдарман. Айналамызда орысша білмесең ұят, орыс тілін білмегеннің күні қараң. Қазақ тілі қанша дамығанмен отбасы ошақ қасының тілі болып қала береді деген көзқарастағы адамдардың бар екені жасырын емес. Кей ағайын мұндай стереотиптерді қазақ тіліне деген салқын көзқарасын ақтап алу үшін пайдаланады. Ол аз десеңіз, қазақ тіліне қырын қарайтын, тіпті кей жағдайда қаралайтын адамдардың да қатары көбейіп келеді. Одан кейін жаздым, жаңылдым, мені дұрыс түсінбей қалдыңыздар деген уәж айтады. Алайда тек кешірім сұраумен іс біте ме? Әр қаралаған, қорлаған адамның көздегеніне. Бағдарламамыздың бұл жолғы шығарылымында қазақ тіліне, қазіргі тіл саясатына, мемлекеттік тілдің дамуына кесірін тигізіп отырған кеселдерге тоқталмақпыз. Жақында ғана TikTok желісінде Элина Лю есімді қолданушы стримға кіріп, 10 мыңға жуық көрерменнің алдында қазақ тілін қорлай сөйлегенін жалпақ жұрт ұмыта қоймады. Ол қазақ тілін ұнатпайтынын және оны мәмбеттер тілі деп атап, солардың кесірінен Абай көшесінде кептеліс болатынын айтқан. Қыздың сөзінше, Алматыда ешкім қазақша сөйлемейді-мыс. Мне очень не нравится казахский. Такой мамбетский язык, если честно. Кстати, мне эти приезжие мамбичи бесят с аулов всяких. Из-за них у нас в городе, в Алмате, такие пробки страшные. Я с Алматы. Со всех аулов понаехали и по Абай вечные пробки. Я не буду жулдать зертен. Мен Адам. Олай, поэтому я не люблю. Это твои проблемы. Ну, не знаю, мне не нравится казахский, честно. Мамбетозный язык. Что кыргызский, что казахский. Қыздың айтқан осы сөзі әлеуметтік желіде кең тарап, қызу талқыға түсті. Резонансты оқиғадан соң полиция департаменті іс қозғап, бойжеткеннің айтқан сөзі тиісті сараптамаға жіберілді. Сараптама қорытындысында қазақ ұлтын тілдік негізде кемсітетін баға бар және бұл қоғамдық мораль нормаларын бұзады. Мұндай мәлімдемелер қазақ ұлты өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетіне қатысты қорлау болып саналады делінген. Сот шешімі бойынша Элина Лю қылмыстық кодекстің 174-ші бабы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық немесе діни араздықты қоздыру бойынша сотталып, ең төменгі қауіпсіздік колониясында 2 жыл жазасын өтейтін болады. Ал оның баласы әжесіне берілмек. Заң бұзғандар жазасыз қалмайды. Тұтас ұлтты кемсіткен сылқымның бұл әрекеті көпке сабақ болды. Мәмбет дегеннен шығады. Осыдан 2 жыл алдын танымал журналист Ирина Тен қазақ тілі мәмбеттердің тілі деген сыңаржақ ойға қатысты жазба қалдырған болатын. Қазіргі жастардың санасына мәмбет деген сөз бір қараңғылықтың, надандықтың баламасы болып қабылданатыны жасырын емес. Ауылдан келген болса, кез келген біреу сәл мәдениетсіздік танытса, орысшаға тілі сәл шорқақ болып жатса, тіпті жол ережесін бұзса, бейтаныс біреуді осылай атай салатындар жетеді. Анығында олай емес. Мәмбет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың құрметіне қойылған есім. Сөз түбірі араптың хамд, мақтау сөзімен төркіндес. Мұхаммед, Ахмад сөздері мақтаулы, мадақтаулы деген мағына береді. Тарихта 300-дің басын қосып, ел бастаған Абылай ханның сенімді серігі болған Мәмбет батыр Күнбасұлының, сыр еліне аты белгілі Мәмбет әулие Олжабайұлының есімдері кездеседі. Оны бірі білсе, бірі білмес. Өзге біреуді кемсіту, төмендету мақсатында мәмбет деп атаса, өзінің білімсіздігін айдай әлемге паш еткені дейді журналист. Төрімізге шықса да, төбемізге шықпасын. Өзге ұлт өкілдерінің арасында қазақтың елінде, жерінде жүріп нан тапқанымен қазақ тіліне әлі де немқұрайлы, қажетсіз тіл ретінде қарайтыны да өтірік емес. Осындай кезде жаңағы сөзді айтқым келеді. Өйткені оған себеп те бар.
Бұған дәлел ретінде бірнеше компаниялар мен халық көп тұтынатын ірі ресторандарды дүкен желілерін атауға болады. Алдымен халықтың наразылығын тудырған Қазақстандағы ірі компаниялардың бірі Choco Life'тың иесі Рамиль Мухаряповтың қызметкерлермен өткізген тренингінде айтқан сөзіне тоқталсақ. Потому что, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да? Желіде кәсіпкерге сын жебелері қарша борады. Жұрт оның сөзін ұлт араздығын қоздыру деп айыптады. Тіл белсенділер болса Choco Family сервистерінен бас тартуға, оның Choco Food, Aviata, Choco Travel, iDoctor сияқты қосымшаларын өшіруге үндеді. Соның бірі Қазақ грамма қозғалысының жетекшісі Мақсат Армазан. Рамиль Мухаряповты және оның компаниясының өнімдерін кәнселдеу арқылы біз оның қазақ тіліне деген қатынасына наразылығымызды білдірдік. Және бұл біздің тек азаматтық ұстанымымыз ғана емес, тұтынушы ретіндегі де пікіріміз. Бұл мәселе жалпы компанияның қазақ тілінде сөйлейтіндерге деген қатынасын анық білдіреді деп ойлаймыз. Және осындай кәнселден кейін осы компания және басқа да бизнес өкілдері өзінің қазақ тіліне деген саясатын ретке келтіреді деп сенеміз. Рамиль Мухаряпов Қазақстандағы ең ықпалды 50 бизнесменнің қатарына кіреді. Ол әуелі сөзінің дұрыс не бұрыстығын білмекке желідегі жұрттан пікір сұрады. Кейін сөзімді дұрыс түсінбей қалдыңдар деп ақталды. Компания қызметінен бас тарту үндеуі жиілеп, сын күшейгенде кешірім сұрады. Бірақ сөзім бұрмаланды деуінен таңған жоқ. Сіз кешегі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Ал әлеуметтанушы PayPal Lab зерттеушісі Серік Бейсенбаев болса, кәсіпкер мен қоғам арасындағы даудың себебін былай деп түсінеді. Кәсіпкердің тілге қатысты айтқан сөзіне қоғамның дүрлігуі, бұл жалпы елдегі қазақ тіліне деген мемлекеттің жеткілікті деңгейде қолдау көрсетпей жатқандығымен байланысты, тікелей байланысты. Өте қатты реакцияның артында осындай қоғам тарапынан халықтың мүддесін ескермеуі, жалпы саясатта тіл мәселесінің жоғары деңгейде көтерілмеуі, қоғамдық саяси күштердің ішінде осы жаңа қазақ тілін жанашыр ретінде адамдардың өте аз болуы, осы нәрселердің барлығы айналып келген кезде қоғамның тілді осылай өте өткір қабылдауына алып келеді. Тілді қорлағандар жазасыз қалмау керек. Журналист Айбар Олжай осындай пікірде. Ол ең бірінші болып прокуратураға арыз тастаған. Кәсіпкердің сөзі қылмыстық кодекстің 174 бабы бірінші тармағын, яғни заң нормасын бұза ма жоқ па, соны анықтау үшін арыз бердім. Егер кәсіпкердің заң бұзған анықталса, әрі қарай прокуратураның өзі материалдар жинап, сараптама жасап, кәсіпкерді сотқа береді. Сот тараптардың дәлелін тыңдап, шешім шығарады. Яғни барлық іске нүктені сот қояды. Айбар Олжай азаматтық құқығымды пайдаланып белгіленген тәртіп бойынша прокуратураға арыз түсіргенін айтады. Рамиль Мухаряповтың кешірім сұраған видеосын көрдім, бірақ факт тіркелгендіктен оған деген біздің заң аясындағы тиісті реакциямызда болуға тиіс дейді. Одан бөлек Еділ Жаңбыршин, Ерлан Сайыров, Жанарбек Әшімжан, Ғалым Әміреев, Елнұр Бейсенбаев, Айдос Сарым, Жұлдыз Сүлейменова бастаған парламент мәжілісінің депутаттары бас прокурор Берік Асыловқа қазақ тіліне қатысты пікір айтқан кәсіпкерді ұлтаралық араздықты қоздыру қылмыстық бабы бойынша жауапқа тартуды сұрап арызданған. Рамиль Мухаряпов Choco қазақстандық компания және біз қазақ тілін құрметтейміз деп кешірім сұрағаннан кейін Choco Life парақшасы осы уақытқа дейін қолданбай келген, дұрысы менсінбей келген қазақ тілінде алғаш рет қызмет көрсете бастады. Бірақ тіл ұлттың жанды жері болғандықтан бұлай оңай кешіре салуға болмайды дейтін пікірдегі адамдар да бар. Олардың пікірінше бүгінгі күні олар кешірім сұрағанмен, ертеңгі күні сол әдетіне қайта басуы мүмкін. Тілді қорлағандарға қатаң жаза қолданылса, басқа да кәсіпорындар тіл туралы тіксінуге ойланар еді дейді.
ол кісі Қазақстанның нарығында жұмыс жасауға лайықты емес деп санаймын. Қазақтың наны тәтті, ақшасы тәтті, бірақ енді ол кісіге қазақтың тілі жаман болып тұр. Қазақтың нанын жеп пайда тауып отырған компанияның әрекеті қоғамда кең талқыланды. Бақ беттерінде үздіксіз жазылды. Енді осыдан нәтиже шығарған жөн. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет қазақ тілін қолдау үшін тиісті шаралар қолданып жатыр. Бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз. Тіліміз дамымай жатыр деген ойдан аулақ болуымыз керек. Өз тілімізді алдымен өзіміз ұлықтағанымыз жөн деген болатын. Бабаларымыз жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл деп айтқан. Шын мәнінде жастар неше тіл білсе, алдынан сонша елдің есігі айқара ашылады. Бұл туған елінің мүддесіне қызмет ету үшін қажет. Дегенмен, ең алдымен жастарымыз ана тілін, қазақ тілін білу керек. Ана тіліміз бірінші орында болып, бәріміз үшін негізгі басымдық болу қажет. Жалпы, біз тіліміз дамымай жатыр деген ойдан арылуымыз керек. Тәуелсіздік кезеңінде оның мәртебесі биіктемесе төмендеген жоқ. Қаншама ақпарат құралдары хабар таратады. Газет, журналдар, кітаптар шығып жатыр. Қазақша сөйлейтін жастар көбейіп келе жатыр. Жалпы тілдік орта түбегейлі өзгерді. Қазақ тілін білетін өзге ұлт өкілдері де аз емес. Соған сәйкес, қазақша фильмдерге, әндерге және басқа да өнімдерге деген сұраныс жоғары. Мұның бәрі қазақ тілін қолдану аясы жылдан жылға кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ деп мен ойлаймын. Осы үндеуінде мемлекет басшысы қазақ тілі орыс тілі деп бөлініп, саяси жекпе-жекке түсуге жол бермеу керек деп баса айта кетті. Қазақ тілін пайдаланып, саяси ойындар жүргізудің қажеті жоқ. Осындай теріс түсініктер кейбір елдерді қасіретке ұшыратты. Мемлекет қазақ тілін қолдау үшін тиісті шаралар қолданып жатыр. Бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз. Өз тілімізді өзіміз ұлықтауымыз керек. Бұл өте дұрыс. Бірақ қазақ тілін саяси ойын жүргізуге қолданбаса да, ішінара жоғарыдағыдай қазақ тілі мен орыс тілінің арасындағы текетірестердің басылар түрі жоқ. Шыны керек, қалаға ауылдан келген орыс тілін білмейтін қара көздеріміз қызмет түрлерін орыс тілінде емес, өзіне түсінікті қазақ тілінде көрсетуін талап етеді. Қалтасынан ақша шығарып тұрған соң, сапалы зат алу үшін өзіне түсінікті тілде сөйлескенін қалайды. Ал қазақ баласының қазақша сөйлеп, қазақ тілінде жауап беруін сұрағанын өзге ұлт өкілдері бірден тілге бөлініп, ұлтараздық тудырып жатыр деп шу шығарады. Өзге тілде өз өрейтіндерге кешіріммен қарап, тіпті осы уақытқа дейін солардың ағына жығылып келдік. Алайда жұрт арасында сиыр сипағанды білмейді дегеннің сиқы келіп, ана тілімізге құрмет көрсетпей, тіпті менсінбей кететіндер көбейіп кетеме деген алаң бар. Ал енді Чоколайфтан бөлек Қазақстанда қазақ тілінде қызмет көрсетпейтін кәсіпорындар мен дүкендерге тоқталсақ, тілді менсінбейтін кәсіпорындардың көбі танымал мекемелер. Олардың қатарына Неделька мен Вилка кафелері кіреді. Бұл кафелерде қазақ тілін қолданбақ түгілі қазақ тілінде мәзір де жоқ. Даяшылары қазақша түсінбейді, түсінсе де сөйлемейді. Неге қазақ тілінде қызмет көрсетпейсіздер деген сауалға бізге келетін контингент көбінесе орыс тілін қолданады деп жауап қайырады. Ал одан кейінгі орында Куликовский кондитерлік дүкені алады. Ондағы қызмет көрсетуші қазақстандық азаматтар, сіз орысша түсінесіз, несіне мәселе шығарып тұрсыз деп клиенттердің өздеріне шүйліккен мысалдар болған. Қазақ тілінде сөйлейтіндерді менсінбейтіндердің қатарына бисквит кондитерлік үйі де кіреді. Ал беделді саналатын, елдің бәрі ең күшті әтір сататын жерде бәспеттеп жүрген Beauty Mania, Cosmart, Monami дүкендері сізге жаман көзбен қарасын десеңіз, қазақ тілінде сөйлесіп көріңіз. Тіпті қай жайлаудан адасып келдің деп бетіңізге бажыраюға да дайын. Меломан Марвин дүкендерінің кассирлері кассада тұрып қазақ тіліндегі 1, 2, 3 деген сөздерді білмейді. Қателіктерін айтсаң, қызметкерлері сүзіп алардай қарап өтеді. Ал Ванилла кафесі тіпті қазақша мәзірді қоспаймыз деп шу шығарған көрінеді. Кейіннен қазақ тілін әрең қосқанымен, әлі күнге қазақ тілінде қызмет көрсетуге құлықты емес. Әрі әлеуметтік парақшалары Чоколайф секілді әлі күнге қазақ тілінде
пост жазып көрмеген. Сондай-ақ жұрттың шулап аспанға көтеріп мақтап жүрген Starbucks, Coffee Boom, Churchill бар кафесінің кейбір филиалдарына кіргенде қазақ тілі бар екенін ұмытасыз. Қызметкерлері қазақ тілінде сөйлемек түгілі жай амандасып та өтпейді. Сонымен қатар Мечта, ресейлік фикс прайс дүкендері мен сән салондарының барлығы дерлік қазақ тілінде қызмет көрсетпейтіндердің санатында. Бұларды тізе берсек таңды таңғаруға болады. Бірақ бұл кәсіпорындардың барлығы да Choco Life өз жазасын алса тәртіпке келер деп сенеміз. Дегенмен кешірім сұрап құтылу өткінші жаңбыр сыңайлы. Бүгін кешірім сұрайды, уақытша өзгереді. Кейін қайта баяғы жартас сол жартастың кебіне түспесіне кім кепіл? Тілге қатысты таяз ой өріс орыс тілі үстемдік құрып тұрған дәуірдің қалдырған ізі. Кешегі кеңес билігі таптаурын түсініктерді санаға құйып тастаған. Бұл туралы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры Анар Фазылжанова былай дейді. Әр тарихи кезеңде саяси машина, саяси механизм қоғамды уысында ұстап тұру үшін әртүрлі стереотиптер қалыптастырады. Кеңестік кезеңде одақтың құрамындағы ұлттардың барлығының ағасы орыс ұлты, барлығынан да мықты тіл орыс тілі. Орыс тілі кеңес құрамындағы ұлттарды қазанда қайнатып, бір кеңестік ұлт жасаудың мықты құралы деген идеологема болды. Соны жүзеге асыру үшін орыс тілін білмесең, наныңды тауып жей алмайсың, орыс тілін білмесең, қоғамда мықты болмайсың деген сияқты. Бұл сол кездегі саяси қауымдастықты бір арнада ұстап тұру үшін жасалған, орнықтырылған стереотиптер болды. Бүгінде қазақ тілінде сөйлеуді намыс көретін, ана тілінде амандасуға арланатын ағайынның қатары қалың. Айтар уәждері, қазақша сөйлеу модада емес, маған орысша сөйлеу ыңғайлы. Қазақша сөйлеу ауыл байлардың деңгейі дегенге саяды. Олардың ойынша орысша сөйлеу абырой, орыс тілінде жазу білімділіктің шыңы мен биік көрінісі. Осындай оғаш ойды таңушылар өздері адасып қана қоймай, өзгені де осы жолмен жүруге үгіттейді. Тағы бір санамызға сынамалап еніп, бүгінде қалыпты жағдайға айналған бір түсінік бар. Бұл көбіне жиналыстар мен кездесулерде көрініс табады. Ол көпшілікке түсінікті болу үшін деген сүйкімсіз сөз. 10 қазақ отырып арасында бір орыс ұлтының өкілі болса, оның көңіліне қарап, көпшілікке түсінікті болу үшін деп сөз бастайды да, әрі қарай қазақ тілін қалтасына салып қояды. Өкінішке қарай 90-шы жылдарда қазақ тілінің өрісінің кеңеюіне қарсы қауым тіл мәселесін саяси, оның ішінде ұлтаралық мәселеге айналдырып көрсетті. 30 жылдан астам уақыт өтсе де бұл құбылыс қазір де актуалды. Кеңестік кезеңдегі психологияның зардабын әлі де тартып жатқанымыз шындық. Мемлекеттік тілдің дамуына тұсау болатын стереотиптерден арыла алмай жатқанымыз соның айқын көрінісі. Құрметті радио тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Стереотипсіз өмір сүру сана еркіндігі екенін естен шығармайық. Бағдарламаны әзірлеп эфирге ұсынған мен, Темірлан Айтбаев. Жетісу радиосы, бізбен бір толқында болыңыздар. Құрметті тыңдарман, сіздер Жетісу радиосынан стереотип хабарын тыңдадыңыздар.